Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіздермен Гүлнұр. Менің ас үй арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәл осындай бір жасағаннан өте керемет бантик тәріздес формадағы печеньені бірге әзірлейтін боламыз. Арнамнан алыстамай, видеоны соңына дейін қарап, жасалу жолын тамашалаңыздар. Құрамына қосылатын ингредиенттерді төменде описание бөлімінде толықтай жазып кететін боламын. Дәл сол жерге қарап сіздерде жасасаңыздар болады. Ең алдымен бір дана жұмыртқамызды ыдысымызға салып, үстінен қантымызды салып, венчигімізбен жақсылап қантымыз ерігенше араластырып аламыз. Дәл осы массамыздың үстінен алдын ала дайындап алған кукурузды, крахмалымызды да салып, тағы да венчигімізбен жақсылап араластырып аламыз. Шамамен 2 минуттай араластырып алғаннан кейін, дәл осы массамыздың үстінен алдын ала дайындап алған сұйық майымызды құйып, массамызды тағы да басын біріктіре отыра араластырып аламыз. Дәл осы ретпен алдын ала електен өткізілген ұнымызды оның үстінен 1 шай қасық қопсытқышымызды салып, қамыр илеп аламыз. Қамырымызды илеу барысында ешқандай қолымызға жабыспайтындай жұп-жұмсақ, нәзік қамыр дайын болады. Бұл печеньенің құрамы өте қарапайым, яғни үйдегі бар заттардан жасалады. Сол себепті дәл осы рецептпен сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Міне, біздің қолға жабыспайтындай өте жұмсақ қамырымыз дайын. Дәл осы қамырымызды келесі кезекте теңдей 4 бөлікке бөліп аламыз. Печеньенің формасын өзіңіздің қалауыңызға қарай түрлі әдіспен түрлендіріп жасасаңыздар болады. Мен осылай домалақтап, ұзынша етіп созып алдым. Осылай созып алған қамырымыз орташа қалыңдықта болу керек. Теңдей ортасынан бөліп, енді бөліктерге бөліп шығамыз. Бізге дәл осы жерде шанышқының көмегі қажет, яғни қамырымыздың 2 шеткі бөлігін дәл видеодағыдай шанышқының көмегімен басып, формаға келтіріп аламыз. Пісіруге арналған формамызға міндетті түрде пергамент бумагасын төсеп, алдын ала қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Міне, біздің пісіп шыққан печеньелеріміз дайын. Келесі кезекте дәл видеодағыдай ортаңғы бөлігіне сгущенкамызды жағып, одан кейін кокос ұнтағына аунатып аламыз. Менің қазақ тілді контентімді қолдай отыра, каналыма тіркеліп, лайк басып, және де өз пікіріңізді қалдыра кетуді ұмытпаңыздар. Әрбір жазылған пікір менің арнамның дамуына өз үлесін тигізеді. Сонымен қатар, әлеуметтік желіде жақындарыңызбен де бөлісіп отыруды ұмытпаңыздар. Небәрі 15 минутта дайын болған біздің печеньелеріміз өте тамаша болып шықты. Дәл осы рецептпен сіздерде жасап көрсеңіздер болады. Дәмі сөзсіз ұнайды деген ойдамын. Әзірлеп көрсеңіздер, өз ойларыңызбен бөлісе отыра, төменде пікірлеріңізді қалдыра кетуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған Гүлнұр, ал бізге ас болсын.